оқушының өзіндік көзқарасы қалыптасады екен. Рефлексия арқылы білім беру барысында сапасын жақсартуға болады. Рефлексияның нәтижесінде сыни көзқарас қалыптасады. Өз-өзіне баға бере алады, білім алуға деген қызығушылық жоғарылайды екен оқушы үшін. Ал мұғалім үшін бір-біріне қарама-қарсы, бірінен-бірі қарама-қарсы бағыттағы қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты формулаларды шығарып алу және қолдану. Ақпаратты түсіндіру, салыстыру, қозғалыс графиктерін құру, қозғалысқа арналған есептерге сызба жаздыру. Яғни әріптестер, сіздерге берілген неде есептің формуласын шығарып алып, сызбасын сызып, солай жаздырып, осы бүгінгі берілген тапсырмамыздың мақсатына жетуіміз керек. Жақсы. 5 пен 4-тің 15 дейді. 15 қарай қал. Дұрыс па? Аба. Жер. Жақсы. Келесі. 8 бен 2-нің бөлінісі. 8 санда 2 неше рет кездеседі? Ал және 80 мен 5-тің айырмасы. 16 мен 4-тің бөлінісі. Ал айтауы. Неше? 8 дейді. Дұрыс па? Ал Данияр айтауы. 2 дейді. Неше екен? 28 бен 2-нің қосындысы. Жақсы. Балалар, кім жылдам есептеме, салыс, ал шешсек көрейік. Содан кейін, ал, Сұлтан қолы көтеріп қал. Ал, оқи қой, бірінші өрнек. 3 пен 7-нің көбейтіндісі. 3 пен 7-нің көбейтіндісі, 7 мен 3-тің көбейтіндісі. Тең. Жақсы. Так, мына жақта. Тағы бар. Мына жақта. Кім? Ал, Исмаил. 8 пен 3-тің көбейтіндісі, 8 пен 2-нің көбейтіндісі. Не олар? 8 пен 3. Не, артық па кем ба? Кем. Кем дейді. Арты. Келесі. Ал аяғын айтау. 6 пен 3-тің көбейтіндісі, 6 пен 5-тің көбейтіндісі. Көбейтіндісінен? Не олар? 6 мен 3-тің көбейтіндісі, 6 мен 5-тің көбейтіндісінен не олар? Кем. Келесі. Айырма. Сөйлеп, 4 пен 3-тің көбейтіндісі. Келесі. Естейміз? Көбейтіндінің мәнін. Көбейтіндінің мәнін. Естейміз. Бірінші. Естейміз. Мәнін. Бірінші. Көбейткішке. Бөлдік. Дұрыс па? Тексеріңдер, дұрыс па? Үш шапалақ. Сонымен балалар, бізде көрейтін. Ражаға айтып қалды, оқушы сөйлемей қалды. Көп сөйлемей қалды. Қалған балдардың ауылдың районның қалған қасында районның ауылдың балдары көп сөйлейді. Қалған балдар өте аз сөйлейді. Бір ғана сөзбен шектеледі болушы. Осыған мән беру керек. Көп сөз. Не түсінген айта беру керек бала деген. Не түсінді, мысалға, бүгін не сабақ қандай ұнады, айта беру керек, көп сөз айту керек.
сабақ жақсы өтті, өте жақсы құрылымы өте жақсы өтті, бірақ балдар қозғалмай қалды. Балаларда қорқыныш Балалар бір қорқыныш бар сияқты балада ше, жалтақтап отыр, жалтаңдап отыр. Ол бала бірақ сөйлеп тұру керек, шулай берсін, шуласын, олай отырған шығар, шулап Дұрыс, рахмет. түсінікті болады, бала деген шулап отырса да қазіргі балдар, біреу сөйлеп жатса да, ол бір құлағын тыңдап отырады, балдар білесіздер ғой. Ақпараттың заманы ғой. Ақпараттың заманы ғой. Дәл сондай. Тағы да басқа әріптестер, әлем сабағына қатысқан. Екінші класстың сабағында апай түрлі әдістерді қолданып балдар екінші класстың балдары жақсы сөйлеп отыр. Нақты жауап беріп тұр сосын артық несі жоқ. Дайын балдар сияқты әйтеуір. Не сұрасаңыз соны жауап беріп отыр. Сол жері жақсы молодцы, өзіміз солай бәрі сөйлеп отырса деп отыр. Сосын ана топқа бөлгенде де әбден жаттыққан балдар. Сол жағынан еттік. Тып-тыныш бөліне қойды. Оның алдында бір семинар болды да, семинардан кейін тағы бір семинар, сонымен балалар Жаттыққан көріністер үйреніскен. Өйткені бір шеберханада бола алмай қалдым, мен жаңағы өзі тексерістер жүрдік, сосын өзі сіздер білуге болады қалғандар. Біздің мына шеберхана Ерік апаймен бірлесе жұмыс жасадық, сосын жас мамандарға да кеңестерімізде, өзімен қатар әріптестер де бар ма енді айтып кетейін деп отырғаным, мына мақсат мен жаңа сіздер сабақта мүмкін көре алдыңыздар ма, көре алмадыңыздар ма, бәрі жағынан шығып кеттім жаңа. Осы ұжымда осы жұмыспен біздер жайлап біртіндеп тәжірибемізге еніп келе жатыр. Енді жаңа әріптесім жақсы айтып қалды, балалар бір сөзбен айтады, сөйлей алмайды. Сол баланы біздің мақсатымыз үйрету. Жаңағы есептерді сіздер шығара алмайды дейсіздер ғой, сіздер шығарып жүрсіздер. Біз сол есептерді әдейі бердік, жаңа Меруерт апай өзі жұмыс жасап дайындап алып келді ғой есептерді. Сол есептерді сіздерге беріп, сол есептерді жұмыс жасап болғаннан кейін енді балаларға рефлексия берер кезде ойлансын деген дүниеге. Ертеңгі күнде бала мысалы, мана сіз сызба құрып жатсыз күшті қылып. Сол мысалы бала ертеңіне айта алса, мен бүгін сызба құрдым сабақта. Маған сабақ ұнады дегеннен гөрі, я болмаса мен мына әдісті жаңағы біреу айтып қалды формулаға. Бір елді мекеннен бір уақытта бір бағытта жеңіл машине мен автобус жолға шықты. Автобустың жылдамдығы 70 км/сағат, ал жеңіл машине жылдамырақ жүріп 3 сағаттан кейін автобустан 60 км-ге озып кетті. Жеңіл машиненің жылдамдығы қандай? Біз шартын құрып автобустың жылдамдығы 70 км, уақыты 3 сағат, ара қашықтығы 60 км. Жеңіл машинаның жылдамдығын табу қажет. Бірінші біз қашықтықты тауып алдық, ол үшін біз ара қашықтықты уақытқа бөлдік. Сол кезде бізде 20 км/сағат шықты. Енді жеңіл машинаның жылдамдығын табу үшін жаңағы бұл қашықтықты B1-ге қосамыз. Сол кезде 20 км-ді 70 км/сағатқа қосқан кезде 90 км. Сонда жеңіл машинаның жылдамдығы 90 км/сағат. Керемет, тамаша. Тамаша деп бағалаймыз. Автобусы бір-біріне қарамағысы екі бағытқа жолға шықты. Біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 59 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 6 сағаттан кейін автобустардың арасы қандай жылдамдықта болды? Бірінші жылдамдық B1 66 км/сағат, екінші жылдамдық 59 км/сағат, уақыт 6 сағат. Қазір арақашықтықтан беріп, ол үшін B1-ге бірінші жылдамдыққа сағаттық уақытты қуып жетіп, B2 жылдамдығын қосқанда 450 қашықтыққа шығады, 450. Екеуінің арасы 450 км/сағат. Тамаша. Қаласы А және С қалаларының ортасында орналасқан. А қаласынан С қаласына 85 км/сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік шығады. Онымен бір уақытта Б қаласынан С қаласына 60 км жылдамдықпен жүк көлігі шығады. Егер А және Б қалаларының ара қашықтығы 125 км болса, жеңіл автокөлік жүк көлігін неше сағатта қуып жетуге соны уақытты алуымыз керек. Бізде В-да жағында жылдамдығы 125 км. 125 км. Жалпы жылдам ара қашықтығы. Енді біздер табуымыз үшін уақытты табуымыз керек. Уақытты табу үшін жеңіл жүк көлігінен жеңіл көліктен жүк көліктің ара қашықтығын азайтамыз. Сонда 85-тен 60-қа азайтқанда 25. Уақытты табу үшін жалпы жылдамдық 125-ті бөлеміз 25-ге, сонда уақыт 5 сағатта 5 болып шығады. Сонда жеңіл көлік жүк көлікті 5 сағатта қуып жетеді. Керемет. Керемет. Ішке қалды. Бір-біріне қарама-қарсы уақытта ұшып шықты, яғни екі қаланың арасы 4650 км.
олар бір уақытта С қаласына келіп қонды. Біреуінің жылдамдығы 750 км сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 800 км сағат. Олар неше уақыт ұшты, соны табуымыз керек. Есеп бойынша біз мынандай сызба құрастырдық, яғни бір-біріне қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс. Бірінші ұшақтың жылдамдығы 750 км сағат, екінші ұшақтығы 800 км сағат. Және екі қаланың арасындағы ара қашықтығы 4650 км. Бұл жерде белгісіз, яғни екі ұшақтың ұшқан уақыты және қозғалыс жылдамдығы белгісіз. Мына жерде шарты құрастырдық, міне мына жерде шарты құрастырылған. Және есептің шешімі осындай болды. Қозғалыс жылдамдығын табу үшін біз мына формуланы қолдандық, яғни V1 қосу V2 750 км сағат пен 800 км сағатқа қосқанда 1550 км сағат ол қозғалыс жылдамдығы болады. Кешіріңіздер, жақындау жылдамдығы. Уақытты табу үшін біз ара қашықтықты жақындау жылдамдығына бөлдік. Сонда 4600 км бөлу 1550 км сағат тең болады 3 сағат. Олар 3 сағат ұшты. Өте жақсы, керемет. Беремін сол ашық хатқа бүгінгі тапсырмаңызды мақсатыңызға қалай жеттіңіздер, сол туралы жазып бос жүре көрсетсеңіздер, және бүгінгі педагогикалық шеберханада 2 сабаққа қатыстыңыздар, сол сабақ туралы да өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жаза кетулеріңіз болады. Мақсатына жеттік пе, сол туралы жазғандарыңызды оқып, білім поштасына әкеліп салуларыңызға болады. Бұл сабақтар жақсы деңгейде өтілді. Бүгін қойылған мақсатқа айқын жеттік деп ойлаймын. Қоржынымыз тағы да тола түсті. Рахмет сізге. Әріптестер, жаңа мақсатқа рефлексия, мақсатқа тікелей қай түрі болса да байланысты дедік. Осы мақсат бойынша сөйлеуіміз керек екен. Біздің мына рефлексия дегенді біз былай жалпы пайдаланамыз, но бірақ соны балаларға сөйлете алмай жатады екенбіз. Балаларда жаңа бүгінгі сабақтың мақсатына жетті, маған ұнады, бүгінгі жаңа мынадай саяхатқа шыққан әдіс ұнады деп тек балалар сол туралы ғана айтып жатады, не көргені. Ал мақсаты деген бүгінгі мысалға біз қозғалысқа байланысты жаңа есептер шығардық қой. Сол кезде біз қозғалыстың өзіне 4 түрлі неменен жаңағы қозғалыстың 4 түрлі түріменен есептер шығардық. Қалып қою несі жылдамдығы, қашықтау жылдамдығын таба білдік, қуып жету жылдамдығын таба білдік, және жаңағы кездесу бағытына байланысты есептердің түрлерін шығардық. Сол мақсатта бала сөйлей білдігіне байланысты біз есепті шығардық. Әрине өзімізді баланың орнында болғандай сезіндік. Әуелі сызбасын құрдық, одан кейін формуласын есімізге түсірдік. Шартын құрып есептеп, өзім қазір бірінші сыныптың мұғалімімін, 4-ші сыныпта жіберген болатынмын. Былтырғы өткен сыныпта есептерді шығарып, қайта кішкене бір жаңғыртып алдым өзім. Және көбіне осыған келген 4-ші сыныпқа қозғалыстың есептеріне қатты шатасады. Ал мына берілген сызба арқылы балаға жеңілдеу болады. Және біз асығамыз да, кейде кім қалай екенін білмеймін, әйтеуір өз басым үлгермей қалатын едім көбінесе сол есептер шығарғанда. Сол маған ұнағаны өзіміз сызбаны құра отырып, өзіне балаға да түсінікті болады деп ойлаймын, шартын құруға. Және осындай педагогикалық шеберханалар жиі болса деймін. Есіме түсіріп, және оны есепте қолдана алдым. Сызбасын пайдаландыңыз. Сызбасын пайдаландым. Жақсы, керемет. Мақсатыңызға жетті.